Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен жұмсақ әрі қатпарлы самсаның рецептісімен бөлісетін боламын. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алыңыздар. Ерекше және оңай рецепттермен бөлісіп отырамын. Алдымен қамырымызды дайындаймыз. Суға тұз, ұн салып, қамырымызды илеп аламыз, кішкене қатты етіп илейміз. Және холодильникке біраз уақытқа қойып қоямыз. Дайын болған қамырымызды жайып аламыз, жұқа етіп біркелкі жайып аламыз. Майымызды ерітіп, мен қолдың майын еріттім, сонымен өте дәмді шығады. Майымызды біркелкі етіп жайып алғаннан кейін біраз уақытқа қойып қоямыз. Сосын қамырымызды видеода көрсетілгендей етіп орап, мешочқа осылай салып, морозильникке біраз уақытқа қойып қоясыздар. Самсаның тестасын осылай дайындап, морозильникке салып тастап қойсаңыздар болады. Ол қанша ұзақ тұрса, соншалықты жақсы. Біз кішкене қатқанша күтеміз. Оған дейін начинкасын дайындаймыз. Асқабақ пен пиязымызды турап аламыз. Алдымен пиязымызды ұсақтап турап аламыз. Ал асқабағымызды да ұсақтап турасаңыздар болады, немесе теркадан өткізсеңіздер болады. Ыдысқа салып, тұз, бұрыш, приправаларымызды салып араластырамыз. Енді міне қарасаңыздар, қамырымыз біздің кішкене қатты уже. Жұмсақ кезінде жаймаңыздар, өйткені арасындағы майы еріп, сыртына шығып, былжырап кетеді, қамыр дұрыс шықпайды. Осылай самсаларымызды бірнеше бөлікке бөліп аламыз, және бір жағына қарай қисайтып, үстінен басып, осылай домалақ етіп жайып аламыз бүткілін. Начинкамызды салып, самсаларымызды түйіп, жұмыртқаның сарысын бетіне жағып, қалағаныңызша мак немесе күнжітпен әрлеуіңізге болады. Одан кейін 180 градуста 40 минутта пісірсеңіздер болады. Менің пешім тез қызитын болғандықтан 150 градуста 30 минутқа қоямын. Пештеріңізге қарай сіздер де градусын өзгертіп қоя бересіздер. Міне өте жұмсақ және қатпарлы болып шығады. Осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Дайындап көргеннен соң комментарийде бөлісуді ұмытпаңыздар. Рецепт ұнаса, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.